Квантовый скачокты қалай жасаймыз? Маған осы сұрақ жиі қойылады. Алдымен сіздерге түсіндіре кетпекшімін. Бірінші, квантовый скачок не екенін түсініп алсаңыздар. Квантовый скачок деген жандарым сол өміріңнің аз ғана уақыттың ішінде внезапно өзгеруі. Яғни армандарыңның жылдам өміріңе келуі. Біздің барлығымыздың ішімізде белгісіз бір арман бар. Әркімнің өз арманы бар. Бірақ күндердің күнінде орындалады деген жаңағы сеніммен, үмітпен әлі келе жатырмыз. Сол армандарыңды жылдам өміріңе шақырып алу. Оның нақты ережелері, алгоритмдері бар. Енді қазір сіздер білесіздер, көп адамдарға аффирмация айтуға кеңес береді. Мысалға, сіз айына 10 миллион теңге табыс тапқыңыз келді делік, и сіз өзіңіз аффирмация айта бастайсыз. Мен айына 10 миллион теңге табыс табам деп аузыңыз айтқанмен сіздің денеңіз мүлдем сенбейді. Дене сізге қарсылық танытады. Яғни сіздің ішкі әлеміңіз қайдағы 10 миллион теңге, біз қазір миллион қарызымыз бар, ол менің өміріме келу мүмкін емес деген дүниелерді саған айта бастайды. Мысалға, сіз қазір ауырып жатсыз делік. Сіз ауырып жатсаңыз, мен жазылдым, мен денсаулығым жақсы деп сіз аузыңыз айтқанмен денеңіз сіздің ауруыңыздың белгілерін көрсетіп, сенің жазылмайтыныңды өзіңе айта бастайды. Сондықтан бірінші заңдылық квантовый скачоктың сен айтқан дүниені денең сену керек. Яғни мынау жаңағы трансерфинг реальностида бар ғой, яғни баспен дене келісімге келу керек деген. Сен басыңмен қалаған дүниені денең орындалады деген келісімге келу керек. Сол үшін ең бірінші квантовый скачок болу үшін сен телаңмен сезіну керек. Мысалға, сен үй армандадың делік, бір үлкен, мысалға, өзің Алматыдан 3 бөлмелі пәтер алғың келді делік. Енді сол пәтерді телаңмен сезініп, өзіңнің сол пәтерде жүргеніңе, сол пәтерде қуанып жатқаныңа, балаларыңа тамақ бергеніңе, кәдімгідей тән рұқсат берген кезде, ол дүние сені өз-ақ өміріңе іздеп келеді. Бұл сіздерге айтайын 100% ғылыми дәлелденген ақиқат болып табылады жандарым сол. Мысалға қараңыздаршы, Джо Диспензаның сөзі бар, жаңағы сен квантовый скачокты жасасаң, оның ережелерін, сенің арманың сені өміріңе өзі есігіңді қағып іздеп келеді деген жаңағы Джо Диспензаның сөзі бар. Бірақ бізге ол тәнді сендіру оңай емес. Жақында маған бір кісі жазады: Мақпал ханым, сіздің айтқаныңыздың бәрін ұқтық, бірақ біздің тәніміз сенбей жатыр ғой. Біз қанша ауызбен айтқанмен, қанша психологияны миымызға жаттағанмен, тән бізге қарсылық танытуда. Не істейміз дейді. Егер сіздер осы тәннің сезінгенін қаласаңыздар, онда мен өзімнің құны 280 мың теңге тұратын қаншама адамдар алған, қаншама адамдар өмірін небәрі 4 аптаның ішінде, 1 аптаның ішінде өзгерткен легендарный квантовый скачок деген курсымды небәрі 10 мың теңгеге сатылымға шығармақшымын. Сол жерде мен сіздерге кәдімгідей квантовый скачок жасаудың негізгі ережелерін үйрететін болам. Бірінші наны жасайсың. Кстати, квантовый скачок жасау үшін ол моментте здесь и сейчас болуыңыз керек. Екінші наны жасайсың. Үшінші өте қарапайым тілде, өте ұғынықты, любой адам ұғатындай тілде сіздерге миыңызға ашып тұрып түсіндіретін болам. Және бұл базовый ережелерді сіз всегда әрдайым өзіңіздің өміріңізге пайдалансаңыз болады. Кез келген сізге ең бастысы өзіңіздің желаниеңіз таптыңыз, сол желаниеңізге кәдімгідей нақты осы ережелерді пайдалансаңыз болады. Енді ол квантовый скачок курсын алу үшін төменде описаниеде сіздерге WhatsApp нөмір белгіленген. Сол нөмірге шығыңыз да менің менеджеріма хабарлассаңыз болды. 3 күн бойы мен сізге нақты квантовый скачок жасаудың ережесін үйретем, және сіздерге арнайы 3 күн бойы сізбен бірге медитация жасайтын болам. Енді қараңыздар, сезіну үшін сіздің жүрек бастан түсуге тура келеді. Өйткені біз баста мекендейміз, үнемі қорқытады бізді басымыз, уайымдатады, болашаққа алып кетеді, өткен шаққа алып кетеді. Ал квантовый скачоктың ережесі бойынша сіз жүректе отыруыңызға тура келеді. Абайдың сөзі бар: жүректің көзі ашылса, қақтықтың түсер сәулесі деген. Яғни біз өз жүрегімізде ғана ішіміздегі мәңгі өлмейтін болмысымызбен, божественный разуммен, Джозеф Мөрфи айтпақшы, Джо Диспенза айтпақшы, умная любовь, яғни ішіміздегі шексіздікпен тек қана жүрек арқылы ғана қауыша аламыз. Оны сіздер қазір психологиядан, рухани ілімдерден оқып жүрсіздер деп білем. Енді сол жүрекке, біз обычно жүрегіміздің сыртын тек қана өкпе, реніш, қорқыныш, уайым байлап тұрды. Ал өзіміздің жүрегімізді освобождать еткен кезде тек қана жүрек арқылы ғана сезіне аламыз.
аламыз. Джо Диспенза өзінің еңбектерінде айтады, мы только через сердце чувствуем деп. Яғни сезіну үшін сізге жүрек босатылуы керек болады. Сондықтан біз өзіміздің квантовый скачок деген курсымызда ең бірінші күні жүрекпен жұмыс істейміз. Жүрек қуану керек, жүректің негізгі міндеті махаббатқа толу керек, сезіндірте алу керек. Дәл қазір мен сіздерге қарапайым бір практиканы үйретпекшімін. Қазір дыханиеңіздің жүрекке кіргеніне, шыққанына назар аударыңыз. Өте медленно дыханиеңізді внутренний взормен, ішкі внимание арқылы жүрегіңізге кірді, және жоғары қарай шықты. Кірді, жоғары қарай шықты. Осы дүниені сіз өзіңіздің өміріңізде часто жасай бастасаңыз үнемі, яғни сіздің жүрегіңіз босай бастайды. Сондай практикалар, өте оңай практикалар арқылы мен сіздің өміріңізге арманыңызды қалай жұлып алудың жолдарын сіздерге үйрететін боламын. Сондықтан егер осы видео сізге отклик берсе, егер арманыңызды жылдарға шегере бермей, үмітпен өмір сүрмей, наконец-то мен өзімнің қалауыма жеткім келеді, жылдам орындалған қалаймын, мен өзіме рұқсат етемін, мен өйткені лайықтымын деген сезімге келсеңіздер, онда описаниедағы WhatsApp нөмірге хабарласыңыз, и мен сіздің 100% квантовый скачок жасайтыныңызға гарантия берем. Тек айтылған дүниені орындап шықсаңыз болғаны. Күтемін.